қалдым да жұмысымды алғаш университеттің Ахмет Яссауи колледжінде бастағанмын. Махаббат қызық мол жылдар, бір жеңіл әрі өмірден алынған. Сәлеметсіз бе Гүлнар ханым, Гүлнар апай, келгеніңізге өте қуаныштымыз. Жалпы бірінші сұрағымнан бастай кететін болсам, сіз қай жердің тумасысыз, және қай университетті бітірдіңіз, және қай мамандыққа? Мен осы Түркістан облысында Түлкібас ауданы бар, сол жерде Алғабас ауылында дүниеге келгем. Сол мектепті бітіріп 2001 жылы осы Түркістан қаласында Қазақ-Түрік университетінде филология факультетіне оқуға түскенмін. Университетті бітіргеннен кейін осы Түркістанда тұрмыс құрып қалдым да, жұмысымды алғаш университеттің Ахмет Яссауи колледжінде бастағанмын. Керемет. Сіз айта кетердей, мен қазақ тілі мұғалімі дедім, иә? Сіз үшін ең қызықты кітап, және ол кітаптан не ой түйдіңіз? Енді біздің уақытымызда мәдениет үйінде университеттің кітапханасында қазіргідей бір аудио кітап болмаса электронный кітаптар емес, біз барып кітапты қолмен алып оқитынбыз. Біраз кітаптарды оқып конспектіледі. Қазір енді есімде қалғаны махаббат қызық мол жылдар, бір жеңіл әрі өмірден алынған, сондай енді бір тарихи романдар, көшпенділер, өзіміздің Абай жолын том-томмен оқып, енді мамандығымыз болғаннан кейін тарау-тараумен талдаймыз ғой. Дегенмен біздің қазақ әдебиетіндегі шығармалардың барлығы маған қызықты, өзінің жанрына қарай ұнайды. Керемет, өте қызықты екен. Және де соңғы сұрағымды айта кететін болсам, неге қазақ тілі мұғалімін таңдадыңыз? Неге филология мамандығын таңдадыңыз? Негізі әр адамның өмірінде мамандық таңдауда үлкен бір адам әсер етеді. Менің де мектеп кезінде қазір біз кәсіби бағдар бойынша жаңадан шыққан бір мамандықтарды кәсіби бағдар бойынша көрсетіп таныстырып атамыз ғой. Бізде көбінесе әйтеуір бала кезінде дәрігер мен мұғалім мамандығы көп көрсетілетін. Өзімізге сабақ берген Нұрсұлу деген апайға қатты еліктедім. Сол апайдың поэзия оқуы, сол апайдың кітап оқуы, мұғалім ретінде жаңағы балалармен қарым-қатынас жасағаны барлығы маған сондай ұнайтын, сол апайға еліктейтінмін. Мен мектеп бітірген кезде бірден өзім солай шешім қабылдадым. Мұғалім боламын, қазақ тіл пәні мұғалімі ретінде оқуға түсем деп осылай ОБТ тапсырып түскен болатынбыз. Керемет. Жақсы, 32-ші подкаст көрермендері, бізде бүгін қонақта болған Гүлнар апай. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.